Саламатсыздар, Арыс қаласының номер 17 колледж студенттері. Мен Сатынбекова Маржан Әбдіқадырқызы, сендермен бірге физика сабағында зертханалық жұмыс жүргіземіз. Зертханалық сабағымыздың тақырыбы шынының сындыру көрсеткішін анықтау. Жұмысымыздың мақсаты виртуалды лабораториялық жұмыс көмегімен жарықтың сынуын бақылау, сындыру көрсеткішті анықтау үшін сыну заңын қолдану, ауаға қатысты шынының сындыру көрсеткішін есептеу, таблицалық мәнмен салыстыру, қателіктерін айқындау. Теориялық материалға тоқталайық. Егер жарық шоғы екі ортаны бөлетін шекара арқылы өтетін болса, мысалы ауадан суға немесе ауадан шыныға, онда жарық ағымының бір бөлігі шағылады, ал екінші бөлігі сол ортадан өтеді. Шағылу заңына сәйкес, түскен сәуле мен шағылған сәуле түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады, және шағылу бұрышы түсу бұрышына тең болады. Сыну заңына сәйкес, түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір ортада жатады, және түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы тұрақты шаманы береді. Формулаға сәйкес, n шамасы сындыру көрсеткішін білдіреді. Альфа ол бізде түсу бұрышы болып есептеледі, формуладағы бета сыну бұрышы болып есептелінеді. Ендігі кезек виртуалды жұмысқа. Яғни, YouTube каналынан мынау ссылка бойынша осы сайтқа кіреміз, балдар. Осы сайтта дайындалған сайтымыз бойынша қарап отырсаңыздар, 3 терезе шығады сіздерде. Осы 3 терезенің үшінші шағын терезесін ашамыз. Сендердің экрандарында мынандай көрініс орын табады. Жоғарғы бөлігі ауа ортасы болса, төменгі бөлігі, мысалға, ол су болуы мүмкін, немесе шыны болуы мүмкін. Оны мынау батырмалар арқылы табуға болады. Мысалы, мына батырма бізде қазір шыны ортасында тұр. Мынаны қозғалту арқылы, мысалы, су ортасын етіп сайлап алуға болады. Бізге жұмысымызға қатысты шыны қажет, сондықтан батырманы шыны деген жерге әкеліп қоямын. Яғни, жоғарғы бөлігі ауа болса, төменгі бөлігі бізде шыны болады. Сонда жарық шоғынан шыққан сәуленің осы орталардан өту бағытын қазір қараймыз. Жарық шоғының мынау қызыл нүктесін бассаңдар, бізде сәуле 3 түрлі сәуле шығады. Мынау бізде түскен сәуле болып есептелінеді. Мынау түсу нүктесіне шағылған сәулесі болып есептелінеді. Және мынау екінші ортадан сынған сәуле болып есептелінеді. Түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр, мынау штрихталған сызық. Ендігі біздің мақсатымыз бұрыштарды айқындау. Мысалға, түсу бұрышы дегеніміз ол түскен сәуле мен перпендикуляр арасындағы бұрышты айтады. Ал сынған сәуле дегеніміз сыну сәулесі мен түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикулярдың арасында жатқан бұрыш сынған бұрыш болып есептелінеді. Ал шағылған сәуле мен түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикулярдың арасына жататын бұрыш ол бізде шағылу бұрышы болып есептелінеді. Мына бұрышты, яғни түсу бұрышын альфа деп белгілейміз, сыну бұрышын бетта деп белгілейміз, шағылу бұрышын гамма деп белгілейміз. Осының сандық мәнін табу үшін транспортир қолданамыз. Мынау батырманы әкеліп, мынау құрылғыға басасыңдар. Мына құрылғы, транспортир деп аталатын құрылғы, дәл осы тұрыста дәл ортасына әкеліп қоясыңдар. Яғни перпендикулярдың деңгейі транспортирдің нөлдік деңгейімен сәйкес келу керек. Сонда түсу бұрышы неше градусты көрсететіндігін табуға болады. Және сәйкесінше сыну бұрышы қанша градусты беріп тұрғанын көруге болады. Сандық мәні анық көріну үшін қарап отырсаңдар, мына жерде батырма бар, бұрышты көрсететін батырма, сол батырманы барып басасыңдар. Сол кезде мына жерде 3 бұрыштың сандық мәні көрсетіледі. Мына жерде мысалға түсу бұрышы
45 градусты құрап отыр. Сыну бұрышы 28,1 градусты құрап отыр. Қарап отырсаңдар, шағылу бұрышының да мәні тұр, 45 градусты құрап отыр ол да. Бұдан шығатын нәтиже бар. Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең болады деген. Ал түсу бұрышы мен сыну бұрышының арасында айырмашылық бар. Сол айырмашылық арқылы сыну заңын қолдана отырып, шынының ауаға қатысты сыну көрсеткішін табуға болады болдар. Яғни мынау жарық көзін ары бері жылжыта отырып, түсу бұрыштарын өзгертуге болады екен. Міне қарап отырсақ, түсу бұрышы өзгерген сайын соған сәйкес сыну бұрышы да өзгеріске ұшырайды. Балдар осы батырманы пайдалана отырып, жарық шоғын қозғалта отырып, 4 мәнді аласыңдар. Мысалға, бірінші мән жәлдегі айтылған 45 градус болатын болса, екінші мән мысалға 50 градустыққа алыңдар, үшінші мән 60 градусты алыңдар, одан да төртінші мән мысалға 65 градусты алыңдар. Соған сәйкесінше сыну бұрыштарының мәнін келесі кезекте кестеге толтырасыңдар. Кестеге толтыратын жұмыс парағына көшейік балдар. Ол үшін өзіміздің алғашқы слайдымызға көшеміз. Сол бойынша келесі кезекте бізде мынау кестемен жұмыс. Мені қарап отырсаңдар, мына кестені сызасыңдар. Осы кесте бойынша 4 рет жүргізілген тәжірибелік жұмыстарының реті тұрады бірінші бағанада. Екінші бағанада түсу бұрышының мәні жазылады. 4 рет өлшенген мән. Соған сәйкес сыну бұрышының мәні жазылады. Соған сәйкес альфа мен беттаның синустық мәндері алынады. Бұны Брайтс таблицасының көмегімен айқындауларына болады. Мысалға, түсу бұрышы 45 градуста, сыну бұрышымыз 27 градусты құраса, соның синустық мәндерін жазасыңдар. Ең соңғы бағанада бізде сыну көрсеткішінің мәні есептеліп жазылу керек. Бұл сыну заңының көмегімен есептелінеді. Яғни сыну заңына сәйкес синус альфа бөлінген синус бетта болады. Яғни синус альфадан шыққан мәнді синус беттаға бөлесіңдер. Сол кезде сендерде сыну көрсеткіші шығады. Сол сияқты 4 рет жасалған сыну көрсеткішінің мәні табылады сендерде. N1 сәйкесінше N2, N3, N4. Бұл мәндерді сендер орташа сындыру көрсеткішін анықтауға қолданасыңдар. Орташа сыну көрсеткішін табу үшін осы 4 мәнді қосып 4-ке бөлесіңдер. Бұл сендердің есептелген сыну көрсеткіштерінің орташа мәні болып есептеледі. Ал енді оның таблицалық мәні бар. Шыны үшін мысалға ол есептелініп қойған 1,5-ға тең нақты. Су үшін 1,133-ке тең. Біз енді шыны үшін қолданамыз балдар 1,5-ті келесі формулаға қолданамыз. Яғни таблицалық мәні n 1,5-ға тең деп аласыңдар. Мынау n орташа мәнді сендердің есептерінен шыққан мәндері бұл. Оны таблицалық мәнге бөлу арқылы қателікті табуға болады екен. 100%-ға көбейту арқылы қателікті пайызбен есептеп шығаруларына болады. Қателікті есептеп болғаннан кейін қорытынды жасаймыз. Қорытынды мынау сұрақтарды қамту керек. Не бақыладың? Ортаның сындыру көрсеткіші тұрақты болды ма? Сындыру көрсеткіші қандай шамаларға тәуелді болды? Және соңында бақылау сұрақтарына жауап береміз балдар. Бірінші сұрағымыз: шынының сыну көрсеткішінің жарық сәулелерінің түсу бұрышы артқан кезде қалай өзгеретінін анықтаңдар. Осы тәуелділіктің графигін салу керек. Жарықтың сыну бұрышы түсу бұрышынан кіші немесе үлкен, сондай-ақ нөлге тең бола ала ма? Абсолют сыну көрсеткішінің физикалық мағынасы неде? Сыну көрсеткішін ең үлкен дәлдікпен, яғни ең кіші қатемен анықтауға бола ма? Деген сияқты сұрақтар қамтуларың керек. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.